Сонымен, келістік бе? Кішігірім қиындық болып тұр. Алдымен соны шешіп алайық, сұлу бикеш. Қандай қиындық? Сен әлгі жұмыртқаның қолшоқпарсың. О не дегенің еті кеген мысық. Көкезіге сонша ренжитіндей араларыңда не болып еді? Көкезумен енді ешқашан дос бола алмайым. Жүрегімде жазылмас жара бар. Бұл осыдан бірнеше жыл бұрын болған оқиға. Жоқ, басынан аяғына дейін баяндап беруің шарт емес. Отыр да тыңда. Кейбір тұстары көңілге мұң ұялатады. Жарайды, құлағым сенде. Сол жылы бір тамшы жауын жаумады. Құрғақшылық жайлап, жел тоқтамай соқты. Кішкентай ғана себеттің ішінде жаттым. Бірнеше күн желдің екпінімен алға қарай сырғи бердім. Әбден арға шыған жетім марғау. Байғұстың тіпті дәрет сындыратын ыдысы да болмады. Күндердің бір күнде балалар үйінің алдына топ ете қалдым. Оның есімі Имелда болатын. Мені көрген сәтте бауырына басып, туған баласындай бағып қақты. Тыныш. Жүрегі жұмсақ, мейірімді жан болады. Тыныш қалыңдар! Кейде ашуға берілік бететін. Ортамызға тағы бір бала қосылды. Танысып қойыңдар. Қорықпа, балақай. Қанеки? Сол күні Көкезу Александр Дамптимен таныстым. Көкезу Александр Дампти. Ей, марғау! Сен көкпеңбек баланың орнына отырып алдың. Осы сен біреуге соқтықпай жүре алмайсың ба? Өзің сияқты үлкен балаларға дейсіз, марғауда нең бар? Араласпай тыныштыр қимақ. Имелданың не дегені есінде ме, көкпеңбек бала? Мойныңды ашу ұза кернесе, кернейде ойнап әуелет. Айналдырайын ба? Өтінем, мен айналдырмаш. Айналдыра көрме, өтінем. Болды, жетет, тоқтат. Басым айналып кетті, өтінем, тоқтатшы Көкезу менің бір шақтарымды тартып алса да мен жақтады. Сол кезде оны қорғап жүрем деп өзіме серт бердім. Қане соқ! Иә! Мәссаған. Керемет. Өзің батыр екенсің, рахмет. Ей, сүйкімсіз жұмыртқа! Өзі кішкентай болса да, бүйрегім соған бұрып тұратын. Сен екенсің ғой. Бірнеше айдан бері құрастырып жатырмын. Қашан жолың болатыны белгісіз. Нені айтып тұрғанды білесің бе? Сиқырлы бұршақтар, менің арманым осы. Ей, балаларға сиқырға сенетінді айтып бересің бе? Сөйтесің бе? Айтпайсың ба? Атың кім? Өзің бір үндемес екенсің. Сені ұшқын деп атасам қалай? Үрпек? Золтар? Жай ғана мысық деп атайық. Көкезудің қиялы ұшқыр болатын. Небір нәрселер ойлап табатын. 2,5 метр биіктікте тұрмыз. Ал кеттік. Кәнейтер! Көрдің бе, достым?